Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі диктантымыздың тақырыбы ішік. Диктант 3-ші сынып оқушыларына арналған. Барлығы мәтінде 32 сөз. Алдымен мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Ішік. Ішік жылы киім. Ішікті аң терісінен жасайды. Оның сырты қымбат матамен қапталады. Ішікті қыстыгүні күн суықта киеді. Ол әрі жеңіл, әрі жылы. Ішік киген адам суықта тоңбайды. Менің атамда қасқыр ішік бар. Ал енді достар, диктантымызды жазамыз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Ішік. Ішік. Бірінші сөйлем. Ішік жылы киім. Азат жолдан бастап жазамыз. Ішік. Жылы. Киім. Сөйлемді тексереміз. Ішік жылы киім. Келесі сөйлем. Ішікті аң терісінен жасайды. Жазамыз. Ішікті аң терісінен жасайды. Сөйлемді тексереміз. Ішікті аң терісінен жасайды. Келесі сөйлем. Оның сырты қымбат матамен қапталады. Жазамыз. Оның сырты қымбат матамен қапталады. Сөйлемді тексереміз. Оның сырты қымбат матамен қапталады. Келесі сөйлем. Ішікті қыстыгүні күн суытқанда киеді. Жазамыз. Ішікті қыстыгүні күн суытқанда киеді. Сөйлемді тексереміз. Ішікті қыстыгүні күн суытқанда киеді. Келесі сөйлем. Ол әрі жеңіл, әрі жылы. Жазамыз. Ол әрі
жеңіл, әрі, жылы. Сөйлемді тексереміз. Ол әрі жеңіл, әрі жылы. Келесі сөйлем. Ішік киген адам суықта тоңбайды. Жазамыз. Ішік киген adam soğukta toңбайды. Söylemді тексереміз. Ішік киген адам soğukta тоңбайды. Келесі сөйлем. Менің атамда қасқыр ішік бар. Жазамыз. Менің атамда қасқыр ішік бар. Сөйлемді тексереміз. Менің атамда қасқыр ішік бар. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап толық оқимын. Содан соң мәтіннің толық нұсқасы экранға шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Ішік. Ішік жылы киім. Ішікті аң терісінен жасайды. Оның сырты қымбат матамен қапталады. Ішікті қысты күні күн суытқанда киеді. Ол әрі жеңіл, әрі жылы. Ішік киген адам суықта тоңбайды. Менің атамда қасқыр ішік бар.